көптеген елдерде сол деген сөз жағымсыз мағына береді. Мысалға алғанда ағылшынның left-handed деген сөзі сол қол, яғни ебедейсіз деген мағына береді. Ал француздарда gauche деген сөз сол деген мағынамен бірге арам деген мағынаны білдіреді. Сонымен бүгінгі видеомыз солақайлар туралы болмақ. Қазіргі кезде солақайлардың саны азаюда. Мысалы, тас дәуірінде адамдардың 50%, қола дәуірінде 25%, ал қазір тек 10% солақайлар қалды. Және де жыл сайын 2500 солақайға азайып отырады. Достар, көбіңіз QLive деген арнаны білетін шығарсыздар. Сапасы жағынан пазл арнасымен теңесе алатын бұл арна мекен жайын ауыстырды. Сілтемесі төменде болады, тіркеліп кетіңіз. Негізінен ресми алғанда солақайлар күні жыл сайын 13 тамызда атап өтіледі. Бұл 1992 жылдан бері тойланатын күн болып есептеледі. Қазіргі кезде солақайлар әдеттегі нәрсе болып көрінгенмен, сол қолын көп қолданатын адамдар өз замандарында қатты қиналған болатын. Солақайлық жаман әдет болып есептелетін, тіпті солақайлықты жаман рухтармен байланыстыратын. Мысалға алғанда Жапонияда егер күйеуі әйелінің солақай екенін біліп қойса, тездетіп ажырасып, одан алшақ жүруге тырысатын болған. Көбіңіз білетін Жанна Дарктың отқа өртелуі туралы сот үкімінің шешімін тездеткенде оның солақайлығы болатын. Бірақ қазіргі кезде бәрі басқаша. Нью-Йоркта Сент-Лоуренс университетінде тестілеу барысында солақайлардың оң қолдыларға қарағанда IQ көрсеткіші көбірек болатыны дәлелденген болатын. Сол жақ бөлігі жұмыс істеп жатқанда мидың оң жағы белсенділік көрсетеді. Атақты солақайлардан мысалға алғанда Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин және Бенджамин Фрэнклинді айта аламыз. Ғалымдар жақында ғана солақайлардың логика, математика және архитектура бойынша өте жақсы келетінін дәлелденген болатын. Ал оң қолдылар гуманитария бағытынан белсендірек. Тағы да айта кетерлігі, 40 жастағы аналардың 20 жастағы аналарға қарағанда солақай сәбиді дүниеге әкелу мүмкіншілігі 128 есе көп. Солақайлық ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Мысалға алғанда екінші Елизавета, оның ұлы Чарльз ханзада және оның ұлы Уильям ханзада солақайлар. Әлі күнге дейін эскимостарда, Мароккода, африкалық және үнді тайпаларында солақайлар сиқыршы, дуагер және жаман адам ретінде есептеледі. Ислам мемлекеттерінде негізінен алғанда мұсылмандарды сол қолмен тамақ жеуге тыйым салынған. Тіпті кейбір ислам мемлекеттерінде сол қолмен амандасуға болмайды. Сонымен видеомыз соңына жетті. Егер ұнаса әрине лайк, ал біздің ұжымнан жаңа видеолар күтіңіз. Скавронның ВК парақшасына жазылуды ұмытпаңыздар.